Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі 12-ші сабақ. Так, сандарды оқы және онда қанша жүздік ондық бірлік бар. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Так, бірінші тапсырмада сандарды оқы: 869, 968, 986, 698, 689, 896. Біз оны разрядты қосылғыштар түрінде былай жасаймыз. Қазір түсін өзгертейін. Былай жасаймыз. 869 бұл бізде 800 қосылған 60 қосылған 9 де. Келесі 689. 689. Бұл бізде 680 және 9. Келесі 698. Бұл 600 қосу 90 қосу 8. 986. Қазір. 986. Келесі 968. 968. Келесі мына қатар. Сонда бұл бізде 896 деген. Енді біз мынаусын мына екінші гүлімізді істейік. Қосылғыштарға жүктейік. 305. Бұл бізде 300 қосу 5 болады. 503. 500 қосу 3 болады. 530. 500 қосу 3. Так, 530. 500 қосу 30. 350. 300 қосу 50. Так, енді келесі гүлімізді 325. 300 қосу 20 қосу 5. Келесі 235. 200 қосу 30 қосу 5. Келесі 253. 200 қосу 50 қосу 3. 532. 500 қосу 30 қосу 2. 523. 523. Келесі тапсырма. Так, қалай есептелгенін түсіндір дейді. Так, 7-ге 3 тоғызсам 10 бір ойда, 5-ге 4 тоғызсам 9 ойдамын 10 тағы бір ойда, 7-ге 2 тоғызсам 9 ойдамын 10 мың шығады. Енді 1000-нан 243 азайтсақ 10-на қарыз береміз. 10-нан 3 азайтсақ 7, 9-ға 9-дан 4 азайтсақ 5, 9-ға 9-дан 2 азайтсақ 7. Келесі 582 қосылған 418. 8-ге 2 тоғызсам 10 бір ойда, 9 ойдамын 10 бір ойда, 9 10. Так, мынау 1000 шықты. Келесі 715 қосам 285 1000. Так, 5-ге 5 тоғызсам 10 бір ойда, 1-ге 8 тоғызсам 9 ойдамын 10 тағы бір ойда, 7-ге 2 тоғызсам 9 ойдамын 10. Келесі 9-ға 1 тоғызсам 10 бір ойда, 1-ге 8 тоғызсам 9 ойдамын 10 тағы бір ойда, 5-ге 4 тоғызсам 9 ойдамын 10 мың болады. Келесі 245 қосам 693. 5-ге 3 тоғызсам 8, 9-ға 4 тоғызсам 13 бір ойда, 8 ойдамын 10 мың 38. 239 қосам 377. 9-ға 7 қосам 16 бір ойда, 10 ойдамын 11 бір ойда, 5, 6, 616. 755 азайтам 564.
5-тен 4 азайтам 1, 15-тен 6 азайтам 9, мынау 191. Келесі 1000 азайту 826. 4 болады. 9-дан 2-ні азайтсам 7 болады. 9-дан 8 азайтсам 1, 174. 1000 азайту 721. 10-дан 1-ді азайтам 9. Так, 9-дан 2-ні азайтам 7, 9-дан 7-ні азайтам 2, 279. 1000 азайту 173. 7, 9-дан 7-ні азайтам 2, 9-дан 1-ді азайтам 8, 827. Келесі. Так, 4-ші есепте көкөніс сататын дүкенде 455 кг сәбіз дейді. Сәбіз 455 кг. Қызанақ 129 кг. Міне 29 кг. Онда біразы сатылғаннан кейін тағы да 245 кг көкөніс қалды дейді. Демек 455-ке қосамыз 129-ды, сонда 584 шығады. 245 қалса, онда 584-тен 245 азайтамыз. 339 болады. Демек 339 көкөніс сатылған деген сөз. Келесі тапсырма. Так, келесі тапсырмада сандар қатарының орналасу заңдылығын тауып жалғастыр дейді. Қараңыздар, 254, 254-тен 4 азайтсақ, 250, 250-ден 4 азайтсақ, 246. Демек келесі саннан 4 азайтып отырамыз. 242, 388, 384. 999. Одан 111-ді азайтсақ, 888. Одан тағы 111-ді азайтсақ, 777. Солай 666, 555, 444. Келесі 500, 450, 400, 350, 300. Келесі 250 болады. Так, Қалас айлығында 230 терек өсіп тұр. Ал қарағаш одан 125-ке артық. Қалас айлығында барлығы қанша ағаш өсіп тұр? Терек 230, қарағаш 125-ке артық. Артық десе қосамыз. Сонда бізде 355 шығады. Енді барлығы десе, бұл жерде терек 230, қарағаш 355, екеуін қосамыз, 585 шығады. Қарақат дейді. Қарақат 50 азайтса деген сөз. Қарақат. Келесі бізде қарақатқа қарағанда 54 күтіп қарылған артық дейді. Яғни артық десе қосамыз, сонда 26 қарылған шығады екен. Так, келесі үйеңкінің биіктігі 70 см, қарағаш 120 дм, терек 200 дм. Үйеңкі дейді, үйеңкі мынау теректен неше дециметр аласа дейді. Теректен 200-ден 70 азайтсақ 130 бола ма? Келесі қарағаш үйеңкіден неше дециметр биік? Қарағаш үйеңкіден неше дециметр биік? 120 азайту 70 тең 50 дециметр биік. Келесі терек қарағаштан неше дециметр биік дейді. Терек қарағаштан неше дециметр биік? 200 азайту 120. 80 дециметр биік. Келесі. Баған түрінде жаз және есепте. 354 қосылған 247 бізде 601 шығады. Мына жерге жазып қойдым. Міне 395 азайту 825 шығады. Мына жерге жазып қойдым. 455 қосылған 545 мың болады. 647 азайту 239 408 болады. 1000 азайту 414 586 болады. 485 қосылған 25 900 болады. Келесі. Так, 325 қосылған 168 493 болады. 729 қосылған 235 964 болады. 900-дан 214 азайтсақ 686 болады. 975 азайту 135 840 болады. 138 қосу 678 816. Келесі 593 болады. Так, Алматы қорығында өсімдіктің 970 түрі бар, ал Батыс Алтай қорығында өсімдіктің түрі одан 87-ге кем. Батыс Алтай қорығына қарағанда Бурабай ұлттық мемлекеттік табиғи саябағында өсімдіктің 20 түрі кем. Бурабай табиғи саябағында өсімдіктің қанша түрі бар дейді. Алматыда бізде 970, Алтайда одан 870 кем. Міне азайттық 840 шықты. Бурабайда Алтайға қарағанда 26 кем. Азайтсақ 717 шығады. Бізде Бурабайда 717. Жауабын жазған кезде Бурабай 717 өсімдік деп жазамыз. Бұл дос мысалымыз аяқталды.